Шыңғыс ханның қазақ екенін қазақтан басқаның бәрі білген дейді. Бұл көпшілік біле бермейді, бірақ тарихта орны бар қызықты дерек. Чингиз Дафтар-наме эпосында татар шежірешілері Темүжинді, яғни болашақ Шыңғыс ханды қазақ деп атағаны нақты көрсетілген. Бұл тарихи танымда терең орныққан түсінік. 1206 жылы өткен ұлы құрылтайда Темір хан, яғни Темүжин, Шыңғыс хан деген ұлы атаққа ие болып, сол сәтте жаңа мемлекеттік құқықтық жүйені қазақ атты заңдар жинағын қабылдаған. Зерттеуші Әділбек Ишанбекұлы бұл құқықтық жүйе тарихқа яса немесе жасақ деген атпен еңбегіне назар аударады. Белгілі ғалымдар Белгі Вернадский мен А.Е. Крымскийдің пайымдауынша, яса жоғарғы биліктің әмбебап заңы, мемлекетті басқарудың құқықтық негізі болды. Ол тек жазалау ғана емес, басқару мен ішкі тәртіпті орнатуға бағытталған ережелер жиынтығы болатын. Түркітанушы Ханс Нүктерен қазақ сөзінің этимологиясын жаса етістігімен байланыстырып, бұл сөздің мағынасы басқару, тәртіп орнату, құру, жасау деген ұғымдармен сабақтас екенін атап көрсетеді. Бұл қазақ ұғымының саяси құқықтық терең мағынада қолданылғанының дәлелі. Тағы бір маңызды дерек, Монғолдардың Купия шежіресінде Игорь Дерачевиц бойынша Юань әулетінің ресми тарихында Шыңғыс ханның асырап алған ұлы Құттушеге әлемді жаулаушының бұйрығымен сот істерінің реестрін, яғни қазіргіше айтқанда, құқықтық кодекс жасағаны баяндалады. Сонымен қатар, зерттеуші Әділбек Ишанбекұлы Арынғазиев келесіні мегзейді. Кият Шыңғыс ханның тікелей шыққан тайпасы. Кият, Гете. Бұл атаулар кей шежірелер мен тарихи аңыздарда Кият деп, яғни көне түркіше ұлыс, көсем мағынасынан тарап, Киялық, яғни көк аспан әруағы дегенмен сай болады. Қазақ хандығындағы Гете атауы Кияттармен және көне қыпшақ құрылымы массагеттер байланысты болып тұр.